Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, жұлдызды жаңалықтарды алғашқылар қатарында біліп көргіңіз келсе, арнады мендегі бір ғана кешенге подписайтесь етмелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Мақпал Жүнісова ескі суретін ел назарына ұсынды. Әнші желіде 21 жасындағы халық әртістерімен бірге түскен суретін жариялады деп хабарлайды Түркістан.кз порталы. Семей өңірінде шопандар тойында түскен сурет еді. Ортамызда халық әртісі марқұм Жәнібек Кәременов, сонымен Қайрат Байсановтың суреттері бар. Мен ол кезде жас әншімін, небәрі 21 жаста едім. Суретте сыр шертеді деген осы, деп жазды әлеуметтік желі қолданушысы парақшасында. Әншінің бойжеткен шағында түскен суретіне қатысты желі қолданушылары жылы пікірлерін жазған. Мейірімге толы қандай қарапайым заман болған. Сіз сүйкімді жап-жас қызсыз, сұлу қызсыз. Кеңес одағы кезінде әншілер осылай малшы ауылдарды аралап концерт қоюшы еді. Біздің ауылда келдіңіз, клубта концерт қойғаныңыз 3-4 оқиға оқитын кезімде көргенмін, деп жазды желі қолданушылары. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.